Ассаламалейкум, баршаңызға арнаға қош келдіңіздер. Видеоны бастаудан бұрын арнаға тіркеліп, бөлісіп, лайк басқанды ұмытпаңыздар. Өйткені сіздердің арнаға тіркеліп, лайк басып бөліскендеріңіз біз үшін үлкен қолдау. ақш президенті Трамп 28 желтоқсанда ақш компаниялары мен жеке тұлғаларына Қытай армиясының бақылауында деп күдіктелген Қытай компанияларға инвестициялауға тыйым салатын атқарушылық бұйрықты күшейтті. Бұл бұйрық сонымен қатар индекстік сауда қорларына, индекстік қорларға және қара тізімдік компаниялардың еншілес ұйымдарына да жүреді. Трамп әкімшілігі американдық инвесторлардан өз капиталдарын кешіктірмей 2021 жылдың қараша айына дейін толығымен алып тастауын талап етеді. Қазіргі уақытта Трамп әкімшілігі ұлттық қорғаныс бойынша қара тізімге 35 қытайлық компанияларды енгізді. Оның ішінде Дуньшин халықаралық интегралды схема өндіру корпорациясы, Қытай ұлттық теңіз мұнай корпорациясы, Қытай құрылыс технология корпорациясы және Қытай халықаралық құрылыс кеңес беру компаниясы, Қытай тасымалдау құрылыс корпорациясы, Қытай зымыран тасығыш технология зерттеу академиясы, Қытай Дунфанхун спутник корпорациясы. ақш-тың қазына министрлігі бұл атқарушылық бұйрықта биржалық айналымға түсетін қорлар мен индекстеу қорларына, сондай-ақ оның көпшілікке тиесілі кез келген 50%-дан астам еншілес компанияларына, Қытай коммунистік әскери корпорациясының акцияларына иелік етуге тыйым салынады деп мәлімдеді. Бұл ақш қорларының Қытай коммунистік биліктің әскери барлау және қауіпсіздік қызметтерін дамытуға және жаңартуға үлес қосуына мүмкіндік бермейді. Бұл бұйрық барлық транзакцияларға, соның ішінде жеке тұлғаларға, институционалдық инвесторларға, зейнетақы қорларына, университеттің қайырымдылық қорларына, банктерге, жеке меншікті капитал компанияларына, индекстік компанияларға және ақш-тағы басқа ұйымдарға және шетелдегі ақш компанияларында қамтиды. Бұл бұйрық тайвандық материктік кәсіпкерлерге әсер ете ме? Экономикалық және демократиялық бірлескен экономикалық ұйымының басшысы Гао Риншан: егер тайвандық кәсіпкерлер жеке сектормен тиісті деңгейде бизнес жүргізетін болса, оларға әсер етпеу керек деді. Бірақ тайвандық компаниялар Қытай коммунистік билік төте басқаратын мемлекеттік кәсіпорындарды қаржылай көмектессе, тіпті американдық зияткерлік меншік құқығын ұрлауға көмектессе, онда бұларды да ақш үкіметі аямайтын сөзсіз. ақш мемлекет хатшысы Майк Помпео атқарушы бұйрық жариялағаннан кейін ақш-тың қаражаты Қытай коммунистік билігінің әскери, барлау және қауіпсіздік мақсаттарына жұмсалмауына кепілдік береді және ақш инвесторларының білмей қалып қаржылай көмек көрсету әрекеттерін азайтады деп мәлімдеді. Достар, арнаға тіркеліңіздер, бөлісіңіздер, пікір қалдырыңыздар. Сіздердің арнаға тіркеліп, бөлісіп, пікір қалдырғандарыңыз біз үшін үлкен қолдау. Келесі эфирде кездескенше күн жақсы болғай.